Bir күні А әріпі ерте таңда оянып, терезеден қарайды екен. Терезеден қараса, аспан ашық, ағаштардың сыбдыры естіліп тұр екен. А әріпі ойлана келген, автобусқа мініп, саяхатқа шыққысы келеді екен. Қайда барғысы келеді балалар? Саяхатқа. Алма бағына барғысы келеді екен. Алма бағына автобуспен келе жатып, алдынан арыстанды жолықтырады екен. Арыстан айтады: А әріпі, неге жүрсің деп, қайдан жүрсің деп сұрайды А әріпінен. А әріп айтады: мынау тұрған сөмкеме дейді, мен адамдарға алма жинауға келдім дейді екен. Сөйтіп А әріпі мен арыстан екеуі біргелесіп алма жинапты. Арыстан бірін сөмкесіне салса, бірін жеп тауысыпты. Сол кезде арыстанға А әріпі айтты: бұл алмалардың әрқайсында адамдарға қуаныш сыйлайтын алма деп айтты. Содан бері балалар, А әріпі адалдықтың, ақжарқындықтың, ақкөңілдіктің белгісі болып саналады екен. Түсіндік па балалар?